Бүгінгі видеода мен тапқыштар жайлы және олардың ежелгі қазақтар болғандығын және қалайша Қытайды жаулап бірнеше ғасырлар бойы басқарғандығы жайлы айтатын боламын. Достар, егер сіздер видео отырып YouTube'тан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Тапқыштар ғұндармен көрші болып өмір сүрді. Негізгі отаны қазіргі Моңғолияның солтүстік бөлігі, Ресейдің оңтүстік шығыс бөлігі. Мөде ханның кезінде жер сұрағаны үшін жаншылып, ғұндар тарапынан басып алынды. Ғұн империясының қуаты тасып тұрған кезде Қытаймен одақтасып, ғұндарға қарсы соғысты. Ғұндар құлағанда бұрынғы одақтасы қытайларға қарсы соғысып, бірнеше мәрте Қытайды басып алды. Олар тарих бетінде Тоба, Дунху, Сәнби, Жужан, Авар деген есімдермен белгілі. Зерттеулер нәтижесі олардың түркі болғандығын анықтады. Тапқыштар аса жауынгер, соғысқұмар халық ретінде танылды. Олар әртүрлі кезеңдерде әртүрлі мемлекеттер құрып, шығыста Манчжурия асып, Сары теңізден батыста Францияға дейін жаулап барған болатын. Тапқыштар оңтүстік Лян, Вэй империясы, батыс Цин, Жужан хандығы, Тоған, Мұжын, батыс Ян, солтүстік Чоу, Қазақстан аумағындағы Авар хандығы, Еуропа аумағындағы Авар хандығы, Таң империясы секілді көптеген мемлекеттердің негізін салды. Олардың көпшілігі Қытай деректерінде кездесетіндіктен тарих бетінде Қытайлар атаған атаулармен сақталған. Бүгін мен солардың арасында ең танымалдарының бірі Таң империясы жайлы айтатын боламын. Түркі империясы құрылған соң олар Қытайларды күйретіп, салық төлеттіріп қойды. Мұхан мен Таспар хандар билігі кезінде олар Қытайлардың бір бөлігін қолдап, басқасын шауып оларды өзара араздастырып, түркі мүддесін тиімді пайдалана білді. Бірақ түркілер орасан зор аумақты жаулап алса да, оны басқаруды нашар ұйымдастырғандықтан, оларда өзара таққа талас туындап, ақыры шығыс және батыс түркі хандығы болып ыдырап кетті. Және бұл уақытта Қытайлар күшейе бастады. Қытайдың Суй патшалығы өздері басты қауіп ретінде санаған шығыс түркі хандығына іштей іріткі салып әлсіретуге тырысты. Бірақ ол ойлары жемісті бола қоймады. Шығыс түркілері де олардың жымысқы қылықтарын біліп, тісін қайрап жүрді. 615 жылы Суй патшасы Суй Янди елдегі шаруалар көтерілісінен жасырынып, солтүстік жақта қашып жүрді. Түркілер Қытай патшасы жақын жүргендігін естігенде, Шібір хан дереу әскер жинап жорыққа шықты. Бірақ Қытай патшасы берік қамалға 150 мың әскермен жасырынып үлгерді. Ал түркілер оларды қоршап тоқтаусыз атқылаумен болды. Сондай-ақ Қытайдың солтүстігіндегі барлық қорғанысы нашар қалаларын өртеп жіберді. Тек көмекке келген тапқыштардан болған Ли Юанның басшылығындағы әскерлер түркілердің бетін қайтарып, Қытай патшасын аман алып қалды. Бірақ түркілер бұнымен тоқтап қалмады. Шібір хан кезінде қайта күшейген шығыс түркілері жан-жаққа ықпалды бола бастады. Сонымен қатар Тоғандар, Қидандар, татарлар мен ғұндар түркі билігін мойындайтындықтарын мәлімдеді. Көптеген Қытай шенеуніктері де соғыстан қорқып, жерімізге тиіспесеңдер, бодан боламыз деп бірінен соң бірі беріле бастады. Шібір хан түркілерді күшейткені сонша, әскердің саны 1 миллионға дейін жететін болды. Бұны сезіп, Қытайды басып алуды ойлаған тапқыш Ли Юан Қытай патшасын сатып кетіп, түркі жағына шығып кетті. Нәтижесінде Шібір хан тапқыштарға әскери қолдау көрсетті. Түркі елшілігі бірқатар мәселелер бойынша тапқыштармен кездесіп, елге оралғанда олар Қытайды қайта біріктіруі мүмкін. Қытайдың бірігуі түркіге жақсы емес деп ескертіп келді. Бірақ көп өтпей Шібір хан ауырып қайтыс болды. Көптеген адамдар Шібір хан тапқыштарға көмектесіп, соның нәтижесінде Таң империясы құрылды деп жатады. Бұл рас. Бірақ түркілер бір бүтін Қытай мемлекетін құруды қаламады. Олар бәрібір Қытай тағында түркі отырса да, оның ұрпақтары Қытайға сіңіп, Қытай мүддесіне еніп кететіндігін жақсы білді. Олар Қытайды әртүрлі өзара жауласқан мемлекеттерге бөліп тастауды көксеген болатын. Бірақ бұл мақсатқа жетпестен Шібір хан қайтыс болып кетті. Бұны тиімді пайдаланған тапқыш Ли Юан дереу қуатты Таң империясын құруды бастап кетті. Шібір хан қайтыс болған соң
Оның орнына келген хандар да Қытайды біріктіргісі келмей, Таң империясына қарсы сәтті жорықтар жасап, оларға көп зиян алып келсе де, табғаштардың билігін құлата алмады. Табғаштар Қытайдағы билікті басып алып, бір орталыққа бағындырылған қуатты мемлекетке айналдырған соң, мемлекетке күрделі реформа жүргізді. Әсіресе әскери салаға ерекше мән беріп, модернизациядан өткізді. Көшпенділер секілді атты әскерлерден кавалерия жасақталды. Бұрынғыдай соғыс басталса шаруаларды соғысқа салып жібермей, тұрақты, жоғары дайындықтан өткен кәсіби әскерлер құрылды. Ең бастысы, әскерлер негізінен қытайлардан тұрса да, қолбасшылар түркілерден болды. Сондай-ақ, Орта Азиядан тартылған элиталы әскерлер де аз болмады. Ұйғыр хандығымен келісімге келіп, қытайлар тарапынан көтерілістер болса, ұйғырлардың көмегімен аямай жаншып тастап отырды. Нәтижесінде түркілердің әскери реформасымен Қытай халқының көптігінің симбиозынан Таң империясы өз заманындағы ең қуатты империялардың біріне айналды. Әлбетте, күші тасыған Таң империясы агрессивті экспансиялық саясат жүргізді. Арабтармен, түркілермен, тибеттіктермен, кәрістермен және жапондықтармен көптеген соғыстар жүргізді. Ең бастысы және ең қауіпті қарсыласы Шығыс түркі хандығы болды. Ақыр соңында Шығыс түркілерінде ұйғырлардың көмегімен талқандап жеңіске жетті. Енді әлемді жаулауға жол ашылды деп сезінген Таң патшасы ары қарай батысқа жылжи бергенде араб-түркі одағынан ауыр жеңіліске ұшырады. Осы сәттен бастап табғаштардың билігі шайқала бастады. Ең ауыры соғдылық түркі жауынгерлерінен шыққан Ан-Лушан бастаған көтеріліс 36 миллион адамның өмірін қиып, Таң империясына жойқын соққы болып тиді. Табғаштар тағы да ұйғырлардың көмегімен аяққа тұрды. Бірақ сұмдық су тасқынынан ондаған мың адамдардың қайтыс болуы, қатты аштық, жемқорлықтың өршуі ақыр соңында Қытайлардың түркі билігіне қарсы бас көтеруіне және табғаштарды тақтан тайдыруына алып келді. Қорытындылап айтқанда, табғаштар көптеген мәрте Қытайды жаулап, әртүрлі мемлекеттер құрып отырды. Таң империясы Қытай аумағында табғаштар құрған ең ірі түркі мемлекеттерінің бірі болды. Таң империясының жер көлемі үлкен болуы түркі қолбасшыларының жүргізген жеңімпаз жорықтардың нәтижесі болатын. Бірақ әскери іске жақсы болған түркілер көп жағдайда мемлекет басқаруда қиындықтарға ұшырап отырды. Соның салдарынан Таң империясы ыдырап кетті. Таң империясы ыдырағаннан кейін Қытай аумағында табғаштар жайлы айтарлықтай үлкен деректер кездеспейді. Табғаштардың екінші аты Тоба болатын. Және олар қазіргі Ресейдегі Тува аумағында қоныстанған. Басқа бөліктері қазақтардың, өзбектердің, башқұрттардың, ноғайлардың арасына барып қосылып кетті. Қазақтарға қосылған табғаштар өздерін табын деп атады. Достар, сондай-ақ менің телеграм каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен ол жақта басқа да тарихи оқиғаларды қарастыратын боламын.